Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Әнелдің шашы ұзын. Тема нашего урока у Анель волосы длинные. Балалар, сендер бүгін сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп, оған сәйкес фотосюжетті суреттерді, сызбалар таңдап сипаттайсыңдар. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолданасыңдар. Алдымен балалар жаңа сөздермен таныс болайық. Шаш, волосы. Шаш, ұзын, ұзын, длинный, ұзын. Қысқа, қысқа, короткий. Қысқа. Қоңыр, коричневый, қоңыр. Ал енді жалғауларға назар аударыңдар. А теперь обратите внимание на окончание. Менің шашым, сенің шашың, оның шашы, менің көзім, сенің көзің, оның көзі. Оның шашы қоңыр, его волосы коричневые. Тыңда, қайтала, оқы. Послушай, повтори, прочитай. Бұл Әнел. Это Анель. Әнелдің шашы ұзын. У Анель волосы длинные. Бұл Анна. А это Анна. Оның шашы қысқа. Ее волосы короткие. Бұл менің досым Әлібек. Это мой друг Әлібек. Оның шашы қоңыр. Его волосы коричневые. Ал бұл менің досым Саша. Оның шашы сары. Это мой друг Саша. Его волосы рыжие. Оқылымды орындайық балалар. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочтите текст. Бұл менің досым Әнел. Это мой друг Анель. Әнелдің шашы ұзын. У Анель волосы длинные. Оның шашы қара. Ее волосы черные. Бұл менің ағам Қанат. Это мой брат Қанат. Оның шашы қысқа. Его волосы короткие. Қанаттың шашы қоңыр. У Қаната волосы коричневые. Менің шашым ұзын. У меня волосы длинные. Сенің шашың ұзын ба? Қысқа ма? А твои волосы длинные ли или короткие? Балалар, айтылымды орындайық. Екінші тапсырма. Вы должны, дети, выполнить это устно. Оның шашы қандай деген сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы, какие у него волосы или у нее. А теперь, дети, давайте проверим. Балалар, тексерейік. Оның шашы ұзын, сары. Оның шашы тақырланып алынған. Оның шашы қысқа, қара. Оның шашы қысқа, ағарған. Оның шашы ұзын, қоңыр. Оның шашы қысқа, сары. Я думаю, дети, у вас ответы такие же получились. Балалар, енді жазылымды орындайық. Үшінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. В третьем задании вам нужно будет вместо многоточия проставить нужные слова и списать предложения. Это выполняем письменно. Балалар, енді төртінші тапсырмадағы айтылымды орындайық. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтайық.
Дети, давайте выполним 4-е задание устно. Вы должны найти, которое правильное предложение, а какое неправильное. Пілдің шашы ұзын. У слона волосы длинные. Аюдың басы үлкен. У медведя голова большая. Қоянның саусағы ақ. У зайца пальцы белые. Мысықтың құйрығы ұзын. У кота длинный хвост. Күшіктің аяғы кішкентай. У собачки ножки маленькие. Пілдің құлағы үлкен. У слона уши большие. Әлібектің шашы қысқа. У Алибека волосы короткие. Кірпінің инесі қызыл. У ежа иглы красного цвета. Арыстанның тісі кішкентай. У льва зубы маленькие. Түлкінің көзі сары. У лисы глаза желтые. Ал енді балалар, тексерейік. Давайте теперь проверим. Пілдің шашы ұзын, бұрыс. Аюдың басы үлкен, дұрыс. Қоянның саусағы ақ, дұрыс. Мысықтың құйрығы ұзын, дұрыс. Күшіктің аяғы кішкентай, дұрыс. Пілдің құлағы үлкен, дұрыс. Әлібектің шашы қысқа, дұрыс. Кірпінің инесі қызыл, дұрыс емес. Арыстанның тісі кішкентай, дұрыс емес. Түлкінің көзі сары, дұрыс емес. Ал енді балалар, әдеттегідей бас бармақ әдісі бойынша сабаққа кері байланыс жасайық. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.